Тіл мәселесі. Кенжебек Жанәбілов. Артық әңгімені қояйық. Музарт тобының әншісі Кенжебек Жанәбілов қоғамда талқыланып жатқан тіл мәселесіне қатысты өз пікірін айтып, артық әңгімені қояйық деді. Бұл туралы Демократ.kz сайты хабарлайды. Кенжебек Жанәбілов өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында тіл мәселесіне қатысты арнайы видео түсіріп жариялады. Таңертең тұрсам, бірнеше хат келіпті. Соның ішінде тіл мәселесі айтылыпты. Саясатты не істейміз? Ең бастысы, өзімізден бастайық біріншіден. Мен қаншама ақын, жазушыларды көрдім. Қаншама менмін деген қазақ деп жүрегі соғып тұрған азаматтардың балаларының қазақша сөйлей алмайтынын көргенде іштей ойланғам. Әй мынау, әңгімені бірінші өзіміздің отбасынан бастауымыз керек екен ғой деп. Қазір соны қолға алып, өз отбасымнан бастап жатырмын. Саясатта отырған адамдар да ақымақ емес қой. Сондықтан артық әңгімені қояйық, өзімізден бастайық деді әнші. Кенжебек Жанәбіловтың бұл пікіріне қатысты оқырмандарының біразы қолдап жатса, енді біразы әңгімең мая хата с краю ғой, сонда тіл мәселесін қозғамайық дегенің бе? Қарны тоқ, көйлегі көк, уайымы жоқ, денеңді бостап отыра берші, бауырым көмегің болсын дегенге саятын пікір жазуда. Дайындаған Әлия Болатқызы. Қадірлі көрермендер, Кенжебек Жанәбіловтың айтқан ойы көп адамға ой салатын сөз деп қабылдауға болады. Тіл мәселесі көтерілсе, бірден саясатқа тіреп, бір-бірімізді айыптауға үйреніп кеткендейміз. Ал әншінің өзімізден бастайық дегені шындыққа жақын. Көп отбасында қазақпыз деп жүргенімізбен бала қазақша сөйлемейді. Күнделікті тұрмыста орысша не басқа тіл басым. Мұндайда бар кінәні жоғары жаққа арта салу оңай. Бірақ өз үйімізде не істеп жүргенімізге қарау қиындау. Осы жағынан алғанда, оның сөзі қарапайым, өмірден алынған пікір сияқты көрінеді. Бірақ екінші жағынан халықтың кейбірі неге ренжіді, оны да түсінуге болады. Себебі тіл мәселесі тек отбасының ғана емес, қоғамның да ортақ шаруасы. Адамдар артық әңгімені қояйық дегенді үндемейік, қозғамайық деп түсініп қалуы мүмкін. Негізі бұл жерде бірін-бірі жоққа шығару емес, екеуін қатар алып жүру керек сияқты. Үйде балаға қазақша сөйлетіп, сыртта да тілдің мәртебесін талап ету бір-біріне қарсы емес, бірін-бірі толықтыратын нәрсе.